Жаңа өмірге мотивация, жастық шақ. Жастық шақ адам өмірінің ең маңызды кезеңі. Себебі жастық шақта адам баласы жаңа өмірге бейімделіп, өмірлік бағытын анықтайды. Жастық шақта жасалған шешімдер мен таңдаулар өте маңызды. Жастық шақ адам баласының бойында қуаты тасып тұрған сәт. Энергиясы толы осы кезеңді дұрыс пайдаланған адам ғана өмірлік жетістікке жетпек. Адам өмірінің ең әдемі уақыты осы жастық шақ. Өмірдің қанық түстерге боялуы тек осы кезеңге тиесілі. Сан алуан қызық пен шаттықтың көрінісі осы кезеңмен байланыстырылады. Көпшілік өзінің ерекше есте қалар уақыты жайында сұралғанда ойланбастан студенттік шағын тілге тиек етіп жатады. Өткізген жастық шақ адам өмір бойы жыр қылып айтудан жалықпайды. Самайын ақ қырау шалып, көз жиегін әзім торласа да, жас күнінде көргенін ұмытпайды. Бойынан әл кете бастаса да, әскердегі күндерін күні кеше болғандай суреттеп отырады. Балауса балғын жастық шақтың тағы бір ерекшелігі адам табиғаты көркемдік пен сұлулыққа жақын болады. Жанына жақын әсемдік алыс болса да, оған жету үшін тәуекелге бел буып, соңы жоқ сапарға шығудан тайынбайды. Құласаң нардан құла, деп биік шыңдарды мақсат етеді. Алынбайтын қамал жоқ, бағынбайтын белес жоқ деп қайсарлық көрсетіп, қайраттылық танытатын кезеңнің нақ өзі. Ақыл жастан демекші, жас адамның ойы жүйрік, ақылы сергек, зейіні ашық болады. Ішкі жан дүниесі де ақ парақтай таза, қаз қалпында сақталған шақ осы кезең. Ми нейрондарының ең белсенді жұмыс атқарып, ішкі және сыртқы сезімдердің оттай лаулап тұрған уақыты осы болғандықтан, өмірге деген құштарлықтың басым болатыны осыдан болса керек. Жас кезде адам жаңа дүниеге, жаңа ортаға тез бейімделгіш келеді. Өзгеруге, жаңаруға бұл кезеңнен кейін адамның икемі келе бермейді. Сондықтан жаңа өнер үйрену, шет тілі меңгеру, мамандық иесі атану бұл кезеңнен кейін қол жетпес сағымға айнала бастайды. Адам өмірінің сапалы сапасыз өтетіні, баянды баянсыз болатыны осы жастық шаққа тікелей байланысты. Не ексең соны орасың демекші, жастық шақта өзін дамытуға, білмегенін үйренуге, бойындағы қабілеттерді ашып, оны жетілдіруге тырысуы тиіс. Егін алқабы үшін көктем уақыты болмаса, алқап тақыр қалатын сияқты, жастық шақта бүршік жарып гүлдемеген адамның да құны көк тиын болмақ. Осы тұста Мұхтар Шаханов атамыздың 12-63 әйгілі алгоритмін айта кетпеске болмас. Ол жайлы білесіз бе? Адам өмірін 4 мезгілден тұратын ғұмырға теңейтін болсақ, жастық шақ әлбетте оның көктемі. Ал осы жылдың ішінде көктем болмайтын болса, қалған 3 мезгілдің болуында еш мән мағына қалмасы анық. Көктемде бүршік атып гүлдемеген ағаштың жаз маусымына пісіп жетілетін, күз кезінде бұтағы салбырап беретін жемісі де болмайды. Адам өмірі де тура солай. Жас кезінде бүршік атып гүлдемесе, орта жаста өз ордасының іргесін қалап қартайғанда бейнетінің зейнетін көре қоюы екіталай. Сондықтан бұл жағдайда 12-ден 3-ті алса 0 қалады. Яғни адам баласының өмірдің жастық шақты алып тастаса, онда ешқандай қайран жоқ. Себебі ақыл да жастан, күш қайраттың тасыған тұсы да жастық кезеңде. Білім. Білімді жас кезде үйрену қажет. Өйткені осы уақытта үйренген ілім адам жадында ұзақ сақталады. Бұған әсер ететін бірнеше фактор бар. Біріншісі, жас күнінде адамның жаттау қабілеті мықты болады. Сондықтан білім жолындағы саяхат ерте күннен басталуы тиіс. Екіншісі, уақыт тұрғысынан алғанда ең қолайлы уақыт ол осы жас кез. Себебі білім алу оны үйренуден, тиісті деңгейде көңіл бөлуден, үйренгенді қайта-қайта қайталаудан, тіпті кейде көп жаттығу жасап машығудан тұратын күрделі процесс. Мұның бәріне емін-еркін уақыт бөлу жастық шақта ғана бар мүмкіндік. Жас ұлғайған сайын күйбең тірлік көбейеді. Қарбалас ішінде өткен
өмірден білімге уақыт арнау қиындау түседі. Жас кезде адамның ойын жинақтауы жеңіл болады. Себебі адам ойын шашырататын факторлар жас ұлғайған сайын көбейе береді. Оны жауапкершіліктердің көбеюімен түсіндіре аламыз. Бала-шаға мен отбасы алдындағы, жұмыс алдындағы және жалпы ел мен қоғам алдындағы жауапкершіліктер. Білімнің іргетасы жас кезде қалануы керек. Білім туралы түсінік жас кезде қалыптаспаса, онда өмір бойы ол адамның біліммен ара қатынасы дұрыс бола қоймайды. Ал жас кезде негізі құрылған ілімге өмір бойы жаңа ілімдерді кірпіш қалағандай қалап отыруға қиынға соқпайды. Білім тал бесіктен жер бесікке дейін деген халық даналығын өмірлік принцип ету үшін үнемі білімін толықтырып отыру дағдысы осы кезеңнен бастау алса, нұр үстіне нұр болмақ. Жастар білім алуға кедергі болатын жайттарды айтып сылтауратқанымен, жалпы алғанда адам өмірінде жастық шақтан артық білім қонатын уақыт жоқ. Керісінше, жас кезінде аяғын шалған бүкіл кедергілерді жеңіп шыққан жастардың өмірде қандай жетістіктерге жеткеніне тарих куә. Сол кедергілердің бәрін кесіп өтіп, өзін-өзі жеңе білу, жалқаулығымен күресіп, балалығын қиып, уақытын білім үшін пида етіп, күш қайратын осы жолда сарп ету нағыз ерлік. Өмірлік мақсаттарға жетудің оңай жолы. Адам баласының үнемі жетіліп отыруы, алға жылжуы өте құптарлық іс. Алдына үлкен мақсат қойып, оған талпынуы адам өмірін баянды етеді. Асқақ арманмен өмір сүру ғұмырдың мәнін арттырады. Адамның діттеген мақсаты биік болған сайын аянбай тер төгіп тынбай еңбек ету қажет етеді. Аңсаған арманы алыс болған сайын сондай ерік жігер күш қайрат керек. Адамның шынайы құны оның арман мақсаттарымен анықталады. Бірақ ұлы мақсаттарға ешкім қас қағым сәтте қол жеткізе салмайды. Кейде ондай мақсаттарға жетпес бұрын адамның дәм-тұзы таусылып кететін жағдайлар да аз емес. Алайда адам үлкен мақсаттардың артынан жүргендіктен үлкен істер атқарады. Арманына толық қол жеткізбесе де, сол арман оны талай белестерді бағындыруға жетелейді. Биік шыңдарға көз тіккен адам жоғарыға өрмелейді, биіктерден көрінеді. Биік шың демекші тауларда жүріп жан тапсырған альпинистердің көбі шыңды бағындыру барысында емес, бағындырып болғаннан кейін қайтар жолда жан тәсілім етеді екен. Мұның себебі мыңдаған метр шыңды бағындырар алдында оның мақсатқа жетуге деген ұмтылысы, оның аяқта тік тұруына, әрбір қадамын мұқият аңдап басуына, ерік жігерін шыңдауға, жанын шүберекке тас түйіп, күш қуатын бойында сақтауына ынталандыру беретін ерекше құдірет екен. Тура сол сияқты алдына биік мақсат қойған жанға асыл армандары таптырмас энергия көзі. Мұңайып көңіліне қаяу түскен сәттерінде жанына шуақ сыйлайтын, суық күндерде жылу беретін адамның өмірлік мұраты. Ал енді осы мақсаттарға қалай жетеміз деген заңды сұрақ туындайды. Мақсатқа жетудегі басты қағида оны іске асыру үшін нақты қадам жасап жолға шығу. Ол жолда жүруді тоқтатпау, аз-аздан болса да күнделікті қашықтықты жақындата беру. Бірден бәріне бір күнде жетем деп өзін шаршатса, басқа күндері жүрісін жалғастыруға шамасы келмей қалуы мүмкін. Одан да сорақысы, ол іске деген қызығушылығы сөніп, сапарын тоқтатуы ықтимал. 100 тал шиді қолмен бір мезетте сындыру қиын, тіпті мүмкін емес те шығар. Бірақ 100 шиді біртіндеп сындырса, бағанағы мүмкін емес істің қалай оңайлағанын байқауға болады. Бір тілді әп-сәтте үйрене қоюы қиын. Алайда күніне бірнеше сөз үйреніп немесе күнделікті аз-аздан практика жасап отырса, жаңа тілді де ордасын көп ұзамай бұзуға болады. Немесе уақыт мүмкіндігіне қарай апталық немесе айлық жоспарлар құруға болады. Мысалы, бір аптада немесе бір айда алфавит үйренем, келесі айда санап үйренем, одан кейін оқу мен жазуға көшем деп үлкен жұмысты кішкентай бөліктерге бөлуге болады. Тағы бір басты назарға алынуы тиіс жайт, ол адамның өз шамасын нақты анықтауы. Жүрісті де бәсеңдетпеуін, өзінде шаршатпайтын орта жолды табу маңызды.
Себебі өз шамасынан аз әрекет ету межелеген жерді алыстатып, адамды қашытып жібереді. Жету мүмкін емес секілді көрінгендіктен, құштарлығы қалмай межеден үмітін үзеді. Ал шамасы келмейтін мөлшерде тырысу адамның сағын сындырып, зорықтырып жіберуі мүмкін. Қорыта келе алға қойған мақсаттарымызға жету үшін аз да болса үнемі жалғасын тапқан істің оңға басатынын айтқымыз келеді. Кітап оқу. Кеше бала ең, келдің ғой талай жасқа, көз жетті бір қалыпты тұра алмасқа. Адамды сүй, Алланың хикметін сез. Не қызық бар бұл өмірде одан басқа деп Хакім Абай жырламақшы. Адамның өзін тануы, әлемнің жаратушының хикметін сезуі адамның бұл өмірдегі басты миссиясы. Бұл өлеңінде Абай өмірдің тағы бір ақиқатын айтады. Ол адам өмірінің бір орынды тұрмайтыны, судай ағып кете баратыны. Осындай жылдамдықпен өтіп жатқан өмір ағысы ішінде өз миссиямыз орындалуы тиіс. Оның толқындары бізді бағытымыздан жаңылдырмауы шарт. Миссия толқын орындалу үшін нақты мақсаттар керек. Себебі мақсатсыз жолға шыққан қайықтың өзіндік бағыты болмайды. Өмір ағысы ондай адамды әбден әбігерге салады. Ондай қайық тауға да тасқа да соғылып, ақыр аяғы алпауыт толқындар оны жағадан бірақ шығарады. Орыс ертегісіндегі сынық астауына қайта оралған кемпірдей бар нәрседен мақұрым қалады. Адам баласы дүние есігін енді ашқан сәтінде қара сия түспеген ақ қағаздай таза болады. Осы ақ қағаз адам қаласа да, қаламаса да қандай да бір нақыштармен тола бастайды. Ақ қағазды шимай шатпақсыз ұқыпты түрде әдемі өрнектермен бейнелеу нағыз даналықтың нышаны. Бірақ адам бұл жалғанда дана болып біліп тумайды. Өмір ағысына енді қосылып, желкенін жаңа ашып жатқандар үшін басты жол осы істің майталмандарына жүгіну. Қазақта ғалымның хаты өлмейді, жақсының аты өлмейді демекші, ғұламалар жазып қалдырған мұраны парақтау парасаттылықтың нақ өзі. Барлық білім мен даналық иесінің адамзатқа түсірген нұсқауының алғашқысы оқы деп басталуда тегін емес шығар. Олай болса, кітап адамға ғұмырлық бағыт сыйлайтын, өмірлік бағыт сілтейтін таптырмас дос. Кітап оқу бейне бір данышпанмен сұхбаттасқанмен тең келетін ғажайыбы таусылмайтын асыл қазына. Жазылған кітап көп болғанымен біздің оны оқи алатын уақытымыз шектеулі. Сондықтан ең пайдалысын, ең керегін оқу керек. Бізге осы әлемнің сырларын ашатын, өзімізді танытатын кітап керек. Кітап оқудағы мақсатымыз айқын болмаса, құрғақ оқу көп жағдайда адам өміріне елеулі өзгерістер қоса қоймайды. Кітап оқудағы мақсатын анықтап алған адам үшін оқыған кітаптарының оған берері мол болмақ. Кітап тарту ететін ең басты сый, ол жаңа ой, жаңа идея болып табылады. Сол арқылы әрбір кітап адамның жан дүниесін байытып, оған рухани азық болады. Әрбір жаңа түйілген ой оның ішкі әлемін шуақтандыратын сәуле, жарқырататын нұр іспетті. Осындай жарық, зиялы адамның аузынан маржандай тізілген көркем сөз шығады. Ол сөздер іске асып өз жемісін береді. Жақсы сөз жармыс демекші, ісіне береке кіреді. Сөзі оңалғаннан кейін ісі де алға басады. Терең ойдың түбінен сүзіліп шыққан бұл ой іске асып, жемісін бергеннен кейін адамның әдетіне айналады. Уақыт өте келе қалыптасқан дағды оның мінезіне айналады. Ал қалыптасқан дағды мен мінез оның өмірлік бағыт-бағдарын белгілейді. Сапарының бағдарын анықтайды. Ғұмырлық өлшемдерінің картасын сызады. Байыппен назар салып қарасақ, осы процестің басталуына түрткі болған негізгі факторлардың кітап оқу екенін аңғарамыз. Бұл процесс үнемі жалғасын табу үшін аз да болса күнделікті кітап оқып отырудың маңызы зор. Өйткені күнделікті бір жаңа ойдың жанға азық болуы адамның тұрақты жетіліп отыруының септігін тигізеді. Кітап оқудың тағы мынадай бір маңыздылығы бар. Кітап оқыған кезде адам миының екі жағы да толық жұмыс жасайды. Ондағы жазылған жайттарды оқуға, одан мағына шығаруға, оны түсінуге, қорытындылап анализ жасауға ми нейрондары жұмылдырылады. Ми осылай толық жұмыс істегеннен кейін келіп түскен ақпарат адам жадында ұзақ сақталады.
оңайлықпен ұмтыла қоймайды. Тағы бір маңызды жайт. Кітап оқу адамның сөздік қорын байытумен қатар, оның қиял фантазиясын дамытады. Қазіргі уақытта электронды кітаптар қолжетімділігін ерекшеленгенмен, қағаз кітаптың орны ерекше. Қорытындылай келе, кітап оқудың адам баласына берері мол екен естен шығармау қажет. Спорт. Спорт адам өміріндегі ең маңызды істердің бірі. Спорттың әсіресе жас буын үшін алар орны ерекше. Спорт адам табиғатындағы белсенділік, қызығушылық, құлшыныс пен жарысуға деген ынтаны оятады. Спорт адамды тәртіпті болуға баулиды. Спорттағы ереже мен дисциплинаға үйренген адам өз өмірінде жөнге сала алады. Спорт адамның ерік-жігерін шыңдайды. Физиологиялық қалаулар мен тәннің құмарлығын ақылға тізе бүктіруге көмектеседі. Қарапайым мысал ретінде, таңсәрідегі жүгірудің өзі адамды қаншалықты шыңдайтынын айтуға болады. Бұл тұрғыдан алғанда спорттың тәрбиелік мәні зор. Ал топтық спорттарда адамның өзін жетілдірумен қатар мына жайттарды жадынан шығармаған жөн. Өзара сыйластық бәрінен жоғары тұрады. Сыйластық болмаған жердің берекесі қашады. Сөйлеген сөзімізге, айтқан әңгімемізге абай болу. 10 күнәнің 9-ы тілден демекші, әркімді бір қарғап сілеумен өткізген ойынның қайран жоқ. Ешкімді кемсітпеу, басқаны ренжітпеу. Өйткені адами құндылықтарды сақтау адамның арлығының белгісіздігі. Бұл мәселе ата-бабамыз малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы деген принципті ұстанған. Қазіргі таңда рухани қайта жаңғыруымыз үшін осы алтын қағидалардың теңдігін тауып, заман ағымына сай ұстана білу уақыт талабы. Ойынның ойын күйінде қалуы. Ойыннан тыс уақытта спорт ойыны барысында жіберілген қателерді ойыншының бетіне басып, өзгелердің алдына абыройын төгуге болмайды. Спортқа ең ыңғайлы уақыттарды арнау. Таңдалған уақыт адамның басқа маңызды істеріне кедергі болмауы тиіс. Мысалы, кітап оқу, білім алу, өзіне жүктелген міндеттерді атқаруға тосқауыл болмайтын уақыттарды арнаған дұрыс. Қорытындылай келе, спорт адамның дамуына, денесін шынықтыруына, ерік-жігерін шыңдауға көмектесетін басты құралдардың бірі дегіміз келеді. Сондықтан спорт түрлерінің бірімен шұғылдану өзін жетілдіруге ден қойған әрбір адамның өмірінің ажырамас бөлігіне айналуы тиіс. Жан мен тәннің балансы. Адам баласының ішкен-жеген қорегі ағзасының, денесінің бір бөлігіне айналады. Не нәрсемен қоректенсе, оның бойынан сол нәрсенің әсері байқалып тұрады. Тұтынатын тағамдарымыздың құрамында зиянды химикалық қоспалардың көп болмауы ләзім. Себебі медицина мамандары құрамында химиялық қоспалар көп тағамдар ағзаға толық сіңбей, асқазанның бұрыш-бұрышында қалып қоятынын айтады. Сондықтан жейтін тағамдарымызға қатаң бақылау жасауға тиіспіз. Дұрысы, табиғи әртүрлі дәрумендерге бай тағамдарды тұтыну. Пайдалы ас денсаулықтың күтудің алғашқы қадамы. Одан кейінгі кезекте тамақтану мәдениетіне жіті көңіл бөліну керек. Яғни қай уақытта тамақтану тиімді, қай уақытта тамақтануға болмайтын білу қажет. Өйткені ауру астан, дау қарындастан деп аталы сөз бекер айтылмаған. Дұрыс тамақтанбау немесе зиянды тағамдарды тұтынудың адамның тәніне зиян келтіретіні секілді, адамның әрбір естіген ақпараты, көрген көріністері, оқыған мәліметтері оның жан дүниесіне, рухына, ақыл-ойына өз әсерін тигізбей қоймайды. Дәлірек айтқанда, күнделікті өмірде бізбен кездескен әрбір адам, оқыған кітабымыз, газет-журнал, әлеуметтік желідегі толассыз ақпараттар, теледидар бағдарламалары мен түрлі бейнероликтер, тіпті еріксіз көзіміз шалған жарнамаға дейін біздің санамызға өз ізін қалдырады. Үздіксіз тама берсе тамшыда көлге айналатын секілді, күнделікті өмірден жинаған азды көпті тәжірибелер адамның болмысын әсер етіп, тұлға ретінде қалыптасуына ықпал етеді. Қорыта келе, жан азығы мен тән азығы қатар алынған жағдайда ғана адам шынайы бақытқа жете алады. Екеуіне де ерекше мән беріп, жіті бақылауға алу нағыз ақылды кісінің ісі. Себебі тек тән азығымен шектелу жайында Абай былай дейді: қарны тоқтық, уайымы жоқтық аздырар адам баласын. Қарнының ғана қамын ойлай,
басқа мақсат мұратты болмаған адам рухани азғындыққа ұшырайды. Ғылым мен білімнен алшақтай түсуі де бек мүмкін. Уақыт өте түрлі жаман әдеттердің бойына жинап, жүзінен нұр, жүрегінен иман таюы ықтималы да жоқ емес. Алайда тек білім ғылыммен шұғылданып, денсаулығынан айырылу да құп көрерлік жайт емес екені мәлім. Сондықтан таразының басын тең ұстаған жөн. Аффирмация. Психологияда аффирмация деген термин бар. Егер бір нәрсені жиі қайталай берсеңіз, ол сіздің түйсігіңізге мықтап орнығады. Ол арқылы бірте-бірте ойыңыз, кейінірек іс-әрекеттеріңіз түбегейлі өзгереді. Мысалы, мен дипломдық жұмысымды жақсы жазып шығамын деп көп әрі жиі қайталаған адамның оны сәтті жазып шығуына үлкен әсері бар екен айтады. Қазақ философиясында да бұл түсінік бар. Қазақ философиясының ең негізгі қайнар көзі ол қазақтың мақал-мәтелдері. Сондай терең ой жатқан мақалдардың бір-екеуін айтса кетек. Жақсы сөздің құдіретін көрсетіп, қазақ жақсы сөз жарым ырыс дейді. Мысалы, би болам, шешен көсем, батыр болам десе, соған жететіндігін көрсетеді. Бүкіл жақсылықтың жартысы жақсы сөзден бастау алатынын айтады. Тіпті жаман сөздің де жерде қалмайтын меңзеп, жындының сандырағы келеді деп жатады. Сондай-ақ қазақ болар елдің балалары бірін-бірі батыр дейді, тозар елдің балалары бірін-бірі қатын дейді. Дей отырып, бір ауыз сөздің қандай құдіретке ие екенін көрсетеді. Сөздің сиқыры бар. Медицинаның атасы Ибн Сина былай деген екен: адамды бірінші сөз емдейді, одан кейін дәрі емдейді, одан кейін пышақ емдейді. Яғни бір ауыз жылы сөз адамды бойына дауа болатынын айтып отыр екен. Сондықтан жиі айтатын сөздерімізге өте мұқият болуымыз қажет. Керемет бір мамандықты игеретінімізді, қоғамға пайдалы азамат болатынымызды жиі айтсақ, оның тезірек орындалуына жол ашқан боламыз. Жан әлемі. Адамның жан дүниесі деп аталатын әлем өзіндік сырлар мен тылсымдарға толы. Ақыл, жүрек, рух, көңіл, түйсік, нәпсі, ой, ниет, сезім деген түсініктердің бәрі осы ішкі әлемнің түрлі қырлары десек болады. Материалдық әлемнен ерекшелігі оның шектеулі еместігінде. Мысалы, адам баласы ой қиялымен болашақты шарлап, тарихқа да шолу жасап қайта алады. Балалық шағына саяхат жасап, жақындарына көрген жылулықты қайта сезіне алады. Ниетімен таудай істерді атқара алады. Нәпсісі қолжетімсіз болса да кейбір ләззаттарды құмартады. Ақылымен шешімін табу мүмкін емес болып көрінген мәселелердің жауабын табады. Адамның қадір қасиеті оның осы жан әлемінің байлығымен өлшенеді. Абайша айтсақ, тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, ар мінез деген нәрселермен озады. Одан басқа нәрсемен оздым ғой демектің бәрі де ақымақшылық. Хакім Абайдың ақыл, ар, мінез деп отырғанының барлығы адамның ішкі жан дүниесін меңзейтіні түсінікті. Ал ғылым болса адамның тәніне, денесіне емес, оның жанына қонатын нұр. 90 ауыз сөзі тобықтай түйіндейтін болсақ, шынайы байлығы жан дүниенің байлығы деп қана түйіндей аламыз. Ал енді жан дүниемізді қалай байтамыз? Ол жөнде ойланып көрдіңіз бе? Оны байту үшін ерік жігерімізді қалай шыңдаймыз? Бұл жағын қарастырған жан бар ма екен? Позитив. Адам баласы айналасына жарқын көзқараспен қараса, оған берілген жақсылық саны шексіз екенін аңғарады. Тек позитивті ойда болып, әрбір нәрсе жайлы жақсы көзқараста болуға тырысса, әлем оған оң көзімен қарап тұрғандай көрінеді. Мына жарық дүниеге келіп, көз құлақ арқылы осы әлемнің әсемдіктерін танып білуі, түрлі қабілет пен ой сананың берілуі, әрқайсысы өз алдына үлкен сый. Жер шары адамзатқа жайылған дастархандай үзілмейтін сан алуан жемістер мен дәмді тағамдар мекені. Ауасы, суы жайқалған жасыл жайлаулары бұл қонақ жайлықтың баршаға ортақ керемет тартуларынан. Бұлардан бөлек әр адамға берілген өзіне ғана тән жақсылық, өзіне ғана тән қуаныш пен кеңшілік түрлер бар. Бұлардың бәрін көре білген адам үшін мына өмірдің қызығы таусылмайды. Өмірге деген құштарлығы артып, одан тек жақсылықтар күтеді. Егер қолымызда немесе бойымызда бар мүмкіндіктер мен жақсылықтарды қазға түсіріп көрсек, оларды қаншалықты көп екенін аңғарамыз.
Ал күнделіктісін күнде түртіп отырсақ, мұндай күнделікті бастау арқылы бізге берілген жатқан үздіксіз нығметтердің молдығына көзіміз жетеді. Бұл сансыз нығмет пен толассыз жақсылықтарға шүкір етпеу қаншалықты ақылға қонымсыз десеңізші. Қазіргі психология ғылымы айналаға алғыспен қараған адамның өзгелерден әлдеқайда бақытты өмір сүретінін айтуда. Тіпті қарапайым рахмет сөзінің өзі айтушыға да, айтылған адамға да болымды энергия мен көтеріңкі көңіл сыйлайды екен. Ал енді мәселенің екінші тұсына келсек, өмірдің ыстығы болған сияқты суығы да болады. Қызығы болған сияқты қиыншылықтарда болып тұрады. Жай барақат мамыражай тіршіліктің ішінде кішігірім қиындықтар болып тұрмаса, адам баласы судағы балықтай ішінде жүрген жақсылықтың қадірін түсінбеуі мүмкін. Түн болмаса күндіздің қадірін түсіне алмаймыз. Күн шықпаса тыныштығымен бізді баурап алатын түннің қадіріне жете алмаймыз. Қара болмаса ақта жарата алмаймыз. Сондықтан ара-тұра кеңшілікпен қатар сәл таршылықтың болуында осындай хикмет жатса керек. Уақытша қиыншылық пен өткінші таршылыққа сабыр ете отырып, осыған дейінгі молшылық пен кеңшілікке шүкір ету керек. Бұдан кейін келетін нығметтердің әрбір жақсылық жолында қалай тиімді жұмсауға болатын жоспарлайтын сәт. Жаңа белестерді бағындыру қиындық туғызатын сияқты, кейде қиыншылық адамның төзімін шыңдаумен қатар қайратты әрі батыл болып түсуіне себеп болады. Қиыншылықтарға да позитивті қарай білсек, оның бізді жеңілдіріп, шыңдаудағы рөлінің үлкен екенін байқаймыз. Сондықтан шүкір сынды сабырдың да адам өмірінде алар орны ерекше. Биологиялық уақыт. Таңсәріде оянған дұрыс, себебі бұл әдет мықты денсаулыққа, байлық пен даналыққа жетелейді. Адам баласы уақытқа бағынуға мәжбүр. Әр нәрсенің өз уақыты бар. Кез келген іске тиесілі уақытына мән беретін болсақ, ұтымды нәтижелерге қол жеткізуге болады. Мысалы, таңғы уақыт өзімізді дамытып, ой өрісімізді кеңейтетін өнімді жұмыс істеп, шығармашылықпен айналысатын уақыт. Түске дейін тапжылмай жұмыс атқарғаннан кейін бойымыздағы күшті қайта қалпына келтіріп алу үшін түскі уақытта бір мызғып алудың маңыздылығы жоғары. Түскі уақытта сәл көзілдіріп демалып алған адам кешке дейін кез келген істе белсенділік таныта алады. 20-40 минуттан тұратын түскі уақыттағы ұйқы адамның биологиялық уақытына, жаратылыс ерекшелігіне үйлеседі. Кейде 1 сағаттан көп ұйқы кейбір адамдар үшін түнде ұйықтай алмау сынды қолайсыздық тудыруы мүмкін. Ал жарты сағат көлемінде жеңіл көзілдірудің кімге болсын берер пайдасы зор. Бұл уақытта терең ұйқыға шомбаса да адам миы жақсы тынығып үлгереді. Себебі адам миына көз арқылы толассыз ақпарат келіп түседі. Ал осындай шамалы уақыт көз жұмылған сәтте ми нейрондарына жаңа ақпарат келіп түспегендіктен, ол өз жұмысын қайта қалпына келтіріп үлгереді. Бұл әсіресе шығармашылықпен айналысатын, қағазбен немесе компьютермен жұмыс жасайтындар үшін таптырмас мүмкіндік. Ал физикалық жұмыс істеушілер үшін дененің бірер сәт қимылсыз күйге келуі шаршаған жасушалардың сергіп қалатын уақыты. Түстен кейін ақылға көп күш түспейтін іспен шұғылдану да үлкен маңыздылыққа ие. Басқаша айтқанда, күннің де алғашқы бөлігін миға күш түсіретін сәл ауырлау істерге арнап, ал оның екінші бөлігін сәл жеңілдеу іске арнаған дұрыс. Түнгі уақытқа келер болсақ, адамның ең жақсы тынығатын кезеңі осы уақыт болып есептеледі. Сондықтан ұйқы уақыты түнгі уақыт. Күндіз ұйықтап, түнде ояу жүру салауатты өмір салтының негіздеріне қайшы. Биологиялық уақыт ол адам баласына берілген жаратылыс заңдылығы. Күн тәртібімізге оны есепке алу жақсы денсаулық кепілі екенін естен шығармағаны абзал.